Айсұлу терезе алдында үнсіз тұр. Қараңғы түннің қоюлығына көзі үйреніп кеткен. Көшеде сирек өтіп жатқан көліктердің жарығы қабырғаға бір сәт шағылысып, қайта жоғалып кетеді. Ол сол жарықпен бірге өткен өмірін еске алды. Бұрын бәрі басқаша еді. Жұбайы Еркін екеуі үйленген алғашқы жылдары өмірдің дәмі балдай көрінетін. Екеуі де жас, арманы көп, үміті мол болатын. Еркін құрылыс компаниясында жұмыс істеп, күн сайын кешке шаршап келсе де, әрдайым жүзінен күл кетпейтін. Айсұлу, шыдашы, бәрі жақсы болады. Үй аламыз, бала сүйеміз. Өмір жаңа басталып жатыр ғой дейтін. Бірақ тағдыр бәрін өзгертті. Бір күнде, бір сәтте. Қарапайым жұмыс күні еді. Құрылыс алаңында Еркін биіктен құлап, ауыр жарақат алды. Омыртқасы үзіліп, өмір бойы арбаға таңылды. Сол күннен бастап олардың өмірі бұрын және кейін деп екіге бөлінді. Алғашқы айларда Айсұлудың жанында да тәнінде де ауыр тиді. Қайғыны жұтып, күліп жүрген сыңай танытты. Бірақ күнде бәрі үнсіз қалған сәтте көз жасын тия алмайтын. Ол күйеуін тастап кетуге де ойлаған жоқ. Бірақ күндер өте келе қоғамның қатыгез көзқарасы мен ішкі жалғыздық оны қажытты. Көршілердің сыбыры, туыстардың аянышты сөзі, кейде тіпті өз ата-анасынан естіген: «Қызым, әлі жап-жассың, неге өз өміріңді құртып жүрсің?» деген сөздері жанына пышақтай қадалатын. Бірақ Айсұлу үшін бәрінен қымбат Еркіннің көзі еді. Сол көздерде ол өмірдің қалған жылуы мен үмітін көретін. Күйеуі арбада отырса да, оның жан дүниесі бұрынғыдай мейірімге толы. Айсұлу таңертең оған шайын беріп, сыртқа шығарып, жаңбырдан қорғасын деп үстіне көрпесін жауып қойған сәттерде Еркін: «Сенің бар екенің мен үшін, мен тірімін, Айсұлу» дейтін. Бірақ кейде ол да шаршайтын. Түн ішінде жылап, ешкімге білдірмей қабырғаға басын қойып, өксіп алатын. Себебі ол да әйел, ол да сүйілуге, қамқорлық көруге, еркелікке зәру жан еді. Бір күні Айсұлу сыртқа шықты. Қала шетінде ескі саябаққа барып, орындықта ұзақ отырды. Жел шашын сипап, күздің салқыны сүйегіне өтті. Көз алдында өткен өмірі тізбектелді. Бақытты күлімсіреген Еркін, неке күні, алғашқы жазғы демалыс, енді бәрі тек естелік. Бірақ дәл сол сәтте бір ой келді. Мен оны аяғандықтан емес, сүйгендіктен қалдым ғой. Осы оймен Айсұлу орнынан тұрды. Көзіне күш қайтты. Жүрегінде әлсіз болса да үміт оты жанды. Үйге келген соң Еркіннің жанында отырып қолынан ұстады. «Мен сені еш қашан кетпеймін. Біз бірге әлі де өмірді жеңеміз», деді жай ғана. Еркін күлімсіреп, көзінен жас шықты. Ол сол сәтте Айсұлуға қарап: «Сен менің аяғымда, жүрегімде болдың», деді. Түн тағы тыныштыққа толды. Бірақ сол жолы Айсұлу үшін сол тыныштық үміттің тыныштығы еді. Құс түсіп, күн суыды. Еркіннің денесі бұрынғыдан да әлсіреп, жиі сырқаттанатын болды. Айсұлу күн сайын таңнан кешке дейін жанында. Үйдің бар ауыртпашылығы, дәрі-дәрмегі, тіпті отын тасу да соның мойнында. Бір күн ол
ол көршілерінің ауласындағы ағашты кесіп беріп жүрген бір жас жігітті байқады. Иықты, жүзі жылы, көзінен қайырым төгіліп тұрды. Сол жігіт кешке олардың үйінің қасында тоқтап, «Апа, ағай, көмектесейін бе? Отындарыңызды кіргізіп берейін» деді. Айсұлу алғашында тосылып қалды. «Жоқ, балам, өзім-ақ істеймін» деді абайлап. «Жоқ, мен жақын тұрмын, көмектесейін, менің атым Арсен» деп ол жымиып бірден іске кірісті. Сол күннен бастап Арсен жиі келетін болды. Бірде су алып береді, бірде дәріханаға барып келеді. Кейде жай ғана амандасып кететін. Айсұлу алғашында оған жатырқап қарағанымен, уақыт өте ол жігіттің адамгершілігі мен мейірімін байқады. Бір күні кешке жарық сөніп қалғанда Арсен фонарь ұстап келді. Шамдарын ауыстырып берді. Үй іші жылы нұрға толды. Айсұлу бір сәт өмірінде үміт болған бір сезімді, қамқорлық пен жылылықты сезінді. Жігіт кеткен соң ол біраз уақыт есікті қарап отырып қалды. Келесі күндері Арсенмен әңгімелері ұзара түсті. Ол Айсұлуға: «Сіз өте мықты адамсыз. Мен сізге қарап өмірдің мәнін түсіндім» дейтін. Ал Айсұлу үнсіз жымиып: «Мен жай ғана өмір сүргім келеді, балам» деп жауап беретін. Бірақ уақыт өте бір өзгеріс байқалды. Арсеннің көзқарасы енді жай аяушылық емес, әлдеқайдан шыққан ерекше мейірімге, тіпті жылы сезімге ұстай бастады. Айсұлу бұны іштей сезді. Жүрегі біртүрлі толқитын болды. Арсен келген сайын үй іші жылып кететіндей. Бірақ ол өзіне тыйым салды, өйткені оның жанында Еркін бар еді. Бір түні Еркін қатты ауырып қалды. Арсен жүгіріп келді, дәрігер шақырды, дәрі алып берді. Бүкіл түн бойы ол Айсұлудың жанында болды. Таң атып Еркіннің халі жеңілдегенде Айсұлуның көзіне жас келді. «Саған рахмет, Арсен. Сен бізге екінші өмір бердің» деп сыбырлап. «Мен тек сіздің жүзіңіз күлгенін көргім келді» деді жігіт жай ғана. Ол сәтте Айсұлу ештеңе демеді, бірақ жүрегінің тереңінде әлде де бір сезім оянды. Ұмыт қалған жылулық, өмірге қайта сенім. Сол түні ол ұзақ ойланды. Терезе алдында отырып, баяғыдай сыртқа қарады. Бірақ бұл жолы қараңғылық қорқынышты емес еді. Бір жерден әлсіз болса да жарық көрінді. Мүмкін бұл жарық Арсеннің адал көңілі болар. Мүмкін бұл жарық Айсұлудың қайта оянған үміті болар. Соңғы уақытта Еркін бұрынғыдан да тұйықталып кетті. Айсұлу оның көзқарасынан бір түрлі салқындықты байқайтын. Арсен жиі келетінін ол да сезетін. Бірақ ештеңе демейтін. Тек кейде түнде теріс қарап жатты. «Айсұлу, сен шаршадың ғой, мен саған ауыр жүкпін» дейтін. Сонда Айсұлу дереу оның қолынан ұстап: «Ондайды айтпа, Еркін, біз бірге бәрін өткереміз» деп көзінен жас шықса да даусын қатайтып жауап беретін. Бірақ оның да ішінде дауыл тұр еді. Кейде Арсен келгенде жас жігіттің ашық күлкісі мен батыл қимылы оған үміт болған өмірді еске түсіретін. Еркін ауыр күрсініп жататын бөлмесіне кетсе, Айсұлу өзін кінәлі сезінетін. «Неге мен осылай толқимын?»
деп талай рет өзін сөкті. Бір күні кешке жаңбыр жауды. Найзағай жарқ еткенде жарық өшіп қалды. Еркін ұйықтап қалған, ал Әрсен тағы келді. Жарықты қосайын, қорқып қалмаңыз, деді ол есіктен кіріп. Айсұлу шам жағып, дастархан үстіне шай дайындай қойды. Екеуі үнсіз отырды. Тек сырттағы жаңбырдың дыбысы ғана естіледі. Айсұлу апай, сіз кейде өте жалғыз көрінесіз, деді Әрсен ақырын. Бәріміз жалғызмыз, балам, деді ол жымиып, бірақ көзінен бір тамшы жас сырғып кетті. Жас жігіт сол жасты байқап қалып орнынан тұрды. Сіз жыламаңызшы. Сіз сондай мықтысыз, деп оның қолынан ұстап алды. Айсұлу селк етті. Қолын тартып алмақ болды. Бірақ сол сәтте олардың көзі түйісті. Бір сәтте бәрі тып-тыныш. Тек жүрек дүрсілі ғана естілді. Айсұлу тез орнынан тұрып есікке қарай бұрылды. Әрсен, кетші өтінем, деді дірілдеген үнмен. Кешіріңіз, мен сізге еш жаман оймен келген жоқпын. Тек сізге ауыр екенін көріп жүрмін, деді ол басын төмен түсіріп. Сол сәтте бөлмеде Еркіннің әлсіз дауысы шықты. Айсұлу, кім бар ол жақта? Айсұлу дереу Әрсенге қарап, жүр шығайық, ол ұйықтап қалсын, деді сыбырлап. Есік жауып шыққан соң жаңбыр әлі тоқтамаған. Әрсен үнсіз қалды. Мен енді келмей-ақ қояйын ба, деді ол мұңмен. Айсұлу біраз ойланып тұрып, жоқ, сенің келуің үйге жылу әкеледі. Тек өзіңді ұмытпа. Менің өмірім басқа арнада, деді. Әрсен басын изеді де баяу кетіп қалды. Сол түні Айсұлу ұйықтай алмады. Еркін қасында тыныс алып жатыр. Ал оның ойы басқа жақта. Көңіліне әлде бір жылулық, сонымен қатар ауыр кінә мен қорқыныш қатар ұялады. Таң ата терезе алдындағы пердені ашып еді, аспан тазарған, күн сәулесі түсіп бастаған. Мүмкін менің де өмірімде әлі күн бар шығар, деді ол ішінен көз жасын сүртіп. Көктем келді. Терезенің алдында ашық күн, жылы самал есетін. Бірақ Айсұлуның жүрегінде әлде бір мұз әлі ерімеген. Соңғы күндері Әрсен сирек келетін болды. Айсұлу да оны шақырмады. Бар болғаны іштей үнсіз сағынатын. Бір күні кешке Еркін оны қасына шақырып, Айсұлу, маған бәрін айтшы, деді жай ғана. Айсұлу селк етіп, оның жүзіне қарады. Нені айт дейсің? Сенің жүрегіңде біреу бар. Мен бәрін білемін. Көздерің айтып тұр. Сенің еш жаман ойың жоқ. Мен соны білем. Бірақ сенің жүрегің шаршаған. Айсұлу үндемеді. Көзіне жас ырқып шықты. Мен сені ешқашан сатқан жоқпын, Еркін. Тек кейде өзімді тірі адам сияқты сезінгім келеді, деді үзіліп шыққан үнмен. Еркін әлсіз қолын созып, оның қолын қысты. Мен саған ренжімеймін, керісінше ризамын. Сен менің жанымда қалып, өміріме жылу бердің. Егер сен біреудің мейірімін сезсең, мен тек қуана аламын. Себебі мен енді саған өмір сыйлай алмаймын, деді баяу.
Оның көзі мөлдір еді. Сол сәтте Айсұлудың жүрегінде қақ айрылғандай болды. Ондайды айтпа Еркін, сен менің өмірімсің, деді ол еңіреп. Жоқ Айсұлу, мен сенің өткенің боламын. Ал сенің алдыңда әлі күн бар. Егер өмір тағы бір мүмкіндік берсе, оны қорықпай қабылда. Мен рұқсат етемін, деді Еркін әлсін. Ол түн ұзақ сөйледі. Өмірі, өкініші, арманы жайлы. Таң атқанда Еркін көзі іліп кетті. Айсұлу оның қолынан қысып отырды, бірақ енді оның алақаны суып бара жатты. Сол күні Еркін мәңгілікке кетті. Бір аптадан кейін Арсен қара жейде киіп есік алдына келді. Көзі қызарып кеткен, үнсіз тұрды. Айсұлу оған қарап баяу ғана: Еркін бәрін білді және кешірді, деді. Арсен басын изеді. Ол өте ақ адам болған. Сіз де сондайсыз. Айсұлу аспанға қарап, бұлт арасынан күн сығалап тұрды. Ол мені өмір бойы сүйді. Енді мен сол сүйіспеншілікті өмірдің өзінен қайтару керек, деді ол. Содан кейін ол үйге кіріп, Еркіннің суреттерін қабырғаға іліп қойды. Ал Арсен үнсіз кетіп бара жатты. Бірақ жүрегінде бір нәрсе өзгерген. Ол енді Айсұлуды тек аяған жоқ. Оны өмірдің нағыз күші, сабыры мен мейірімі үшін сыйлай бастады. Күн артынан күн өтті. Айсұлу жалғыз қалса да, енді өзін жалғыз сезінбейтін. Өйткені оның жүрегінде бір ердің шексіз кешірімі және бір жастың таза ықыласы сақталып қалған еді. Жылдар өтті. Айсұлу әлі де сол үйде тұрады. Үй бұрынғыдан тыныш, бірақ әр бұрышта Еркіннің естелігі сақталған. Оның суреті әлі қабырғада. Әр таң сайын күн сәулесі түскенде жылылық беретін. Арсен кейде келеді, бірақ енді ол тек дос. Өмірге бірге мейірім сыйлайтын таза жан. Айсұлу оны сыйлап құрметтейді, бірақ жүрегінде тек өткеннің жылы сезімі мен кешірімнің биіктігі бар. Айсұлу күн сайын таңертең терезе алдында тұрып, алысқа көз тастайды. Қала шулы, адамдар көп. Бірақ ол енді өз жалғыздығын қорқыныш деп сезбейді. Өйткені ол өмірдің ауыртпалығын көтеріп, оны түсіне білген. Кейде ол Арсенге қарап, сенің мейірімің мені тірілтті балам, бірақ менің жүрегімнің ең тереңінде Еркіннің орны ешқашан босалмайды, дейді. Арсен үнсіз басын изеп, тек күлкімен жауап береді. Ол да түсінеді. Кейде сүйіспеншілік тек біреуді сезіну емес, оны сыйлау, құрметтеу, өмірін жеңілдету. Сол күндерде Айсұлу терезеге қарап ұзақ тұрады. Жел соғып, жапырақтар сыбырлайтын. Ол біледі, өмір аянышты болғанымен, шынайы мейірім мен кешірім арқылы жүрек қайта жылуға, рух қайта тірілуге қабілетті. Күн тағы да тыныш. Бірақ бұл жолы Айсұлу үшін тыныштық қорқыныш емес, өмірдің өзі екенін түсінген тыныштық еді. Әңгіме аянышты драмалық болғанымен, соңында рухани сабыр мен өмірлік мәнге жету бар. Егер қаласаңыз, менің шынайы
Өмірден алынған әңгімелерімді тыңдау үшін арнама тіркеліп кетіңіз және өз ойларыңызды комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.